Үкіметтік емес ұйым. Ол не? Үкіметті де білеміз, тек мемлекетке тиесілі болмайтын дүние шыны керек таңсық. Ол осыдан 15 жыл бұрын солай болатын. Басында таңырқай қараған сол азаматтық альянс қызметі бүгінде тыныс тіршілігімізбен етене араласуға тырысып ақпағады. Ниеттерінің орынды орынсыз болғаны сізбен біз куә әрине, тек мемлекет пен қоғам арасында дәнекердің қажет екенін түсінеміз. Саламатсыздар ма? Біз бүгін сол екі тарапты байланыстырып отырған көпірдің өзіне жәрдем болған ұйым туралы айтпақпыз. Еліміздегі үкіметтік емес ұйымдардың қызметін жетілдіру дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне жүктелген. Кей ақпарат көздеріне жүгінсең, соңғы 10 жылда үкіметтік емес ұйым саны 3 есеге артып, саны шамамен 18 мыңды құраған. Сол қызметке 28 мыңнан астам адам тартылған екен. Шыны керек, бұл жансақ сан. Бүгінде солардың 4-тен бірі әупірімдеп болса да жұмыс істеп тұрса, игі еді. Бұл ретте үкіметтік емес сектор идеяларын қаржыландырып отыратын азаматтық бастамаларды қолдау орталығы құрылды. Мемлекеттік емес ұйымдарға арналған тек қана мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс болып жатса, енді заң өзгергеннен кейін тағы да екі инструмент пайда болды. Мемлекеттік гранттарға біздің ұйымыз толықтай жауап беру керек. Қандай бір министрліктен болсын, аймақтық деңгейде грант, мемлекеттік грант таратылып жатса, біздің қатысуымызбен болу керек. 2015 жылы үкіметтік емес ұйым қызметі туралы заң қабылданды. Сол құжаттың негізінде 2016 жылы орталық жинақталады. Нұрлан Өтешев бұл азаматтық сектор өкілдерінің ұсынысы болғанын айтты. Былтыр жазда орталық жұмысына кірісіп, мемлекеттен 200 миллион теңгеге татитын 11 жобаның конкурсын жариялайды. Былтыр 11 грантқа 88 ұсыныс түскен болады. Ең мықтыларын сыртқы эксперттік комиссия, оған мысалы біздің ұйымымыз, өзіміз бүкіл процедура жағынан жағдай жасаймыз да, бірақ та сыртқы эксперттік комиссия ол өзі шешімді қабылдайды. Қай ұйым жеңімпаз болып шығатын. Мәжілістің қос депутаты және үкіметтік емес 7-8 ұйымның белсендісі енген комиссия күзге таман жеңімпаздарды анықтайды. Діни концессиялық, гендерлік саясат, әлеуметтік әлжуаз топтарға көмек, ана мен бала құқығын қорғау сияқты әрқилы тақырыптағы 11 лот таңдалады. Жүз 11 телефоны. Бұрындары бұл нөмір арқылы ұялы байланыс қызметінде қалған қаражаттың сомасын білетінбіз. Соңғы 2 айдан бері бұл балаларға арналған сенім телефонының нөмірі. Балалар, жастар өз құқықтарын біле бермейді. Және құқық жағынан сауаттандыру үшін, көмектесу үшін, кеңес беру үшін біз осындай жобаны конкурсқа тапсыруды жөн көрдік. Жастар мен студенттердің қақы мен құқығын қорғамақ болып құрылған жастар конгрессі туралы ара-тұра естіп тұрамыз. Ұйымға біріккен жастар өздері көбіне ресми мінбелерден жарқын сөйлеп көрініп қалуға тырысатындай. Мына бастамалары өзгелерден бөлек сияқты. Жастар ұйымы болғандықтан қатты жарнамалаған жоқпыз. Өйткені басында енді жасыратыны жоқ, кішкене қорықтық. Күшіміз келеді ме, келмейді ме, звондаған адамдардың барлығын көмектесе аламыз ба, көмектесе алмаймыз ба. Бірақ кейін осы 20 күн ішінде 10 мыңға жуық қоңырау шалынғандықтан біз осы бастамамыздың болашағы бар екеніне көзіміз жетті. Аталмыш жастар ұйымы азаматтық бастамаларды қолдау орталығының конкурсына балалар мен жастар қақын зерделейтін үлкен жобамен қатысады. Былтыр ғана құрылған балалар омбудсманы жәрдемге келеді. Нәтижесінде байланыс орталығы ашылады. Зачем вообще нужен контакт-центр?
Аңғарсаңыздар, бізде ересек азаматтардың дені өз құқығын білмей жатады. Күзге дейінгі мектептегі келеңсіз жайттармен ата-ана хабарласа алатын балалар құқығын қорғау жөніндегі тұшымда жауап берер не болмаса, қиын жағдайда тап болған жеткіншек хабарласып құрғанда психологпен кеңесе алатын қызмет болған жоқ. Біз соның орнын толтырмақ болдық. О правах ребенка. Байланыс орталығы қарашаның 20-сынан бастап жұмыс істеді десек, содан бері жалпы хабарласқандардың саны 149 мың екен. Бұлар қателесіп, шатасып қоңырау шалғандар. Солардың ішінде нақты шаруамен көмек сұрап телефон тұтқасын алғандары 876 адам. Бұлардың дені білім беруіне, денсаулық сақтау, бала асырау ісімен айналысатын органдардың нөмірін білмек болып хабарласқандар. Орталықтың психологиялық не құқықтық көмегіне жүгінгендер де бар. Бет жағына қатты физиологиялық сондай бір жарақат алған екен, және араласудан қалған достармен. Яғни ұялады, мені осылай кемсітеді деп ойлайды. Бірақ ондай жағдай болмаған, ұялтып, кемсітіп, өзі іштей тұнып қалған ол қыз. Сондай мәселемен бізге қоңырау шалып, жылап айтты бізге оқиғасын. Біз тыңдадық бәрін, қанша жаста екенін, қалай болған ол жағдайдың бәрін, және тыңдай келе, сол психологиялық көмек көрсете отырып, біз сабырға келтірдік бірінші ол қыз баланы. Сосын түсіндірдік, оның отбасында жағдайы жақсы екенін өте. Яғни отбасына шыға бастадық жаймен, әке-шешесімен, бауырлармен қарым-қатынасы өте жақсы екен. Жеңіскүл Темірбек таяуда ғана болған оқиғаны еске алып отыр. 13 жасар қыз бала хабарласып мән-жайды айтады. Оператор жеткіншектің психикалық жағдайының ауыр екенін біліп, желіні сол орталықта отырған 6 психологтың біріне қосады. Әңгіме ұзағынан болған. 2 аптадан кейін өзі қоңырау шалды қайтадан. Сіздерге рахмет. Менде бәрі жақсы. Мен достарыммен қайта араласа бастадым. Мені ешкім кемсітпейді. Ол менің өзім ойым болған екен деп, ол қыз осылай хабарласқан арқылы біз жұмыстың нәтижесін білдік ары қарай. Орталықтың жұмысы үздіксіз. Күн-түн демейді, адамдар хабарласа береді. Ал оларға қызмет көрсетіп отырғаны 30 оператор. Жеңіскүл Темірбек күніне 700-800 адаммен тілдесетінін айтты. Дені Алматы, Шығыс Қазақстан облыстары. Оңтүстік Қазақстан облысы от үзімде бірінші тұр. Оңтүстіктен хабарласатындар көбісі зомбылық жағдайымен хабарласады. Яғни оның ішінде зорлық көрген, және де құлдықта ұстайтындар болған. Құлдықта ұстаған баланы біреу бізге шықты, осындай мен көрдім, мен куәгермін деді. Ол балада я телефон жоқ, я 15 жасқа дейін толмаған бала, мен көмектескім келеді деді. Сөйтіп хабарласты, сол хабар арқылы біз шықтық сол кісіден. Және сол өңірдің жаңағы нелер бармыз ба, заңды органдары, соларға хабарласа отырақ, біз көмектестік ары қарай. 111 нөмірі туралы ақпарат кеңінен таралмаса да, мамандар осы уақыт аралығында адамның түр-түрі хабарласқанын айтты. Әсіресе телефон тұтқасын ұстап алып үндемейтіндер де баршылық. Ал алда көктем келе жатыр. Ондай шалыс қимыл жасайтындар көбеймесе азаймайтыны анық. Тек сондай мезетте үркіген зарыққан балалар желіге түсе алмай қиналып қалмаса болғаны. Қаңтардан бастап біз екінші конкурсты жария еткенбіз. Биыл жалпы соммасы 3 есе көп болып шығып жатыр. Және 600 миллион теңгеден астам соммасын құрып жатқан. Қазіргі кезде балалардың құқықтарын қорғау жағынан үлкен бір акцент берілген. Тағы да басқа мына дін саласындағы ең өзекті мәселелерді зерттеу және сол бағытта жұмыс жасау. Кезінде түрлі қызметтің басын қайырған Нұрлан Өтешев қатқан сеңдей қозғалмай тұрған құрылымды жұмыс істету мақсаты тұрғанын біледі. Тек ол қазақстандық азаматтық сектор ғана емес, елімізде түрлі ниетпен келген халықаралық миссиялар мен дүниежүзілік ұйымдарды да іске тарту міндеті тұр. USAID, ЮНЕСКО, Сыртқы істер министрлігінде ресми тіркелгені 50-ге жуықтайды. Ал тіркелмегені қаншама дерсіз. Олар да бюджеті біршама конкурстарды ұйымдастырып, тапсырыстарды орындатып жатады. Бұл ретте азаматтық бастамаларды қолдау орталығы сол шаруаларға да жетекшілік етуге
тырысамыз деді. Ал үкіметтік емес сектор өкілдерінің құлағына алтын сырға 2017 жылғы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс конкурсы ашық деп жарияланды. Ақпанның 2-сіне дейін ұсыныс ниеттеріңізді жеткізуге болады. Сау болыңыздар.